Сәлем оқушылар, 8 сыныптың алгебрасы 9-да 3-ші есепті шығаратын боламыз. Есептің шарты бойынша берілген квадрат үш мүшелердің түбірлерін табыңдар дейді. Біріншісінің берілген жазайық. X-тің квадраты азайту 7x тең 0-ге. Бұл жерде толымсыз квадрат теңдеу ортақ көбейткішті жақшаң сыртына шығару арқылы есептейтін боламыз. X-ті жақшаң сыртына шығаратын болсақ, x азайту 7 тең 0-ге. Енді әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. X тең 0-ге және x азайту тең 0-ге. Себебі көбейткіштердің біреуі 0-ге тең болған жағдайда көбейтінді 0-ге тең деген ереже. Осы жерде x бірінші түбірі 0-ге тең болады, екінші түбірін мына теңдеуден табамыз. X тең 7-ні плюс деп өткізетін болсақ 7-ге тең. Мына бізде екінші түбірі. Демек есептің жауабы 0 және 7. Екіншісі, x-тің квадраты азайтылған 7 тең 0-ге. Осы жерден x квадратты қалдырып, 7-ні теңдіктің оң жақ бөлігіне өткізіп аламыз. Оң таңбасымен, ал енді x-ті табу үшін бұл жерде ешқандай санның квадраты 7-ге тең емес, демек оны плюс-минус түбір астында 7 деп алуға болады. Демек есептің жауабы екіншісі минус түбір астында 7 және түбір астында 7. Үшіншісі, 3x-тің квадраты азайту 27 тең 0-ге. 3x квадратты қалдырамыз. Тең 27-ні плюс деп өткізетін болсақ, 0 мен 27-ні қосыңыз 27-ге тең болады. Осы жерде x квадратты табу үшін 27-ні бөлеміз 3-ке. X-тің квадраты тең болады 9-ға. Осыдан x бірінші түбірі тең болады минус 3-ке, екінші түбірі тең болады 3-тің өзіне. Мұны түсіндіре алдым деп ойлаймын. Келесі төртіншісі. Минус 2x-тің квадраты 72 тең 0-ге. Минус 2x-тің квадраты тең болады минус 72-ке. X-тің квадраты тең болады 36-ға. Бірінші түбірі минус 6-ға тең, екінші түбірі 6-ға тең. Бесіншісі, 0,5x квадрат азайту 128 тең 0-ге. 0,5x-тің квадраты тең 128 болады. Теңдіктің оң жақ бөлігіне өткіземіз. Осы жерден x квадраты табу үшін 128-ді бөлеміз 0,5-ке. X квадрат тең болады 256-ға. Осыдан x бірінші түбірі минус 16-ға тең, екінші түбірі 16-ға тең. Түсінікті, егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырып кетеміз. Алтыншысы, x-ті жақшаң сыртына шығаратын болсақ, минус 5,2x болады, плюс 4-ке тең 0. Осы жерден x тең 0-ге бірінші түбірді анықталды, енді жақшаның ішіндегі өрнекті 0-ге теңестіреміз. Минус 5,2x плюс 4 тең 0. Минус 5,2x тең болады минус 4-ке, 4-ті минус деп өткізіп аламыз. Арғарай x-ті табу үшін минус 4-ті бөлеміз минус 5,2-ге. Осы жерден x тең 10 деген жауапты аламыз. Демек, 6-шы есептің бірінші түбірі 0-ге тең, екінші түбірі 10-ға тең болды.